Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай қызанақтардан қысқыға банк жабатын боламыз. Әрдайым менің осындай қызанақтарым өте дәмді шығады, және де қысқыға дейін жақсы сақталып, бірде-бір банкым осы күнге дейін атып көрген емес. Алдымен бізге ол үшін қызанақтар керек болады. Қызанақтар банкіге сыятын көлемде шағын болғаны дұрыс, және қатты қызанақтар керек болады. Сонымен қатар тәтті бұрыш керек болады. Менде шамамен 7 килограммдай қызанақ, және де қара бұрыш, қалампыр және лавр жапырағы керек болады. Сонымен қатар менде кептірілген хрень бар, және укроп кептірілген, тұз және де қант керек болады. Және менде 70% уксус қолданып жатырмын. Сонымен қатар чеснок, 2 бас чеснок алдын ала тазалап қойдым. Тәтті бұрыштарды осындай ұзынша көлемде етіп кесіп тазалап қоямыз, және қызанақтарды да алдын ала жуып тазалап қойдым. Алдын ала суымызды қайнатуға қойып қоямыз. Мен 2 кастрюльге қойып қойдым. Және де банкілерді міндетті түрде 15 минуттай буға ұстап стерилдеу керек. Алдымен банкіміздің түбіне укропымызды саламыз. Кез келген укропты қолданса болады. Менде кептірілген укроп, және де 3-4 бас сарымсақ саламыз. Содан кейін менде кептірілген хрень, қазақшасын білмедім. Осыны бөліп аз-аздан әр банкіге салып шығамыз. Енді осындай қара горох бұрыштан әр банкіге шамамен 7-8 түйірден салып шығамыз. Менде 3 литрлік банкілер, бұрышын көбірек болғанын жақсы көремін. Келесі гвоздика, яғни қалампыр, оның әр банкіге 2 немесе 3 салсаңыз жеткілікті. Лавр жапырағында әр банкіге 2 немесе 3 түйірден салып шығамыз. Дәмдеуіштерімізді салып болдық. Енді қызанақтарымызды салып бастаймыз. Аузына дейін толтырып салып шығамыз. Осылай аузына дейін толтырғаннан кейін әр банкіге 2 кесілген тәтті бұрыштан салып шығамыз. Осындай 3 литрлік банкіге толтырылды. Енді қайнап тұрған жаңа оттан алынған суды тездетіп үстіне толтырып құйып шығамыз аузына дейін. Міндетті түрде біздің қызанақтарымыз суға батып тұруы керек. Және суды құйғаннан кейін бетіне қақпағын жауып қоямыз. 10-15 минуттай осылай тұруы керек. Біздің уақытымыз өтті. Енді қайтадан суды кастрюлемізге құйып алатын боламыз. Және қайттан қайнатуға қоямыз осы суды. Суымыз қайнағанша әр банкіге қанты мен тұзын салып шығамыз. 3 литрлік банкіге 2 ас қасық толтырып қант саламыз, және 1 ас қасық толтырып тұз салатын боламын. Менің суым бұрқылдап қайнап шықты. Енді осы бұрқылдап тұрған күйінде, қайнап тұрған күйінде банкінің үстіне толтырып құйып шығамыз. Қызанағымыз батқанша бетіне дейін толтырып құя беріңіздер. Қызанақтың арасындағы ауасы шыққанда суы тартылатын болады. 70% 1 ас қасық уксусты банкінің әр қақпағына осылай құйып, 3 литрлік банкіге 1 ас қасық уксустан құйылады. Осылай бетінен құйып, жауып тастайтын боламыз. Банкіміздің қақпағы міндетті түрде дұрыстап тұрып жабылуы керек. Жабылғаннан кейін ауа шықпайтындай етіп, және де тоңқайтып, су ақпай ма, соны дұрыстап тексеріп алыңыз. Менде осындай 3 литрлік банкімен 6 банкі шықты.
банкіміздің түбіне қанты мен тұзы тұнып ерімей қалып жатса, осылай азап қана шайқап жіберсеңіз еріп кететін болады. Және де банкінің төменге қаратып бетін қалыңдау бір нәрсемен жауып қоямыз. Бір күн тұруы керек, екінші күні қайттан айналдырып қойсаңыз болады. Достар, менің каналымда осыдан басқа өзге де компоттар мен вареньелардың рецепттері бар. Кіріп қарасаңыз болады. Егер видеом ұнаған болса, менің каналыма тіркеліп, лайк басып, төменге өз пікірлеріңізді қалдырып кетуіңізді сұраймын. Келесі кездескенше сау болыңыздар, астарыңыз дәмді болсын.